Biz de geldik. Сәлеметсіңдер ме орман тұрғындары? Сәлеметсіздер. Анау бір жапан далада сиқырлы ағаш бар дейді. Сол сиқырлы ағашқа кім барады? Ойланбастан баруға болмайды ғой. Алдымен біз ойласып алайық. Содан кейін көре жатармыз. Иә, ойланып бірақ бару керек. Дұрыс айтады олар. Біз де ойланайық. Жарайды, ойланып келіңдер. Ойланбастан баруға болмайды ғой. Иә. Biz böldürük kaçamaz, korkutamız başandık, koyandardı kaçarıp, yen tübünü taslayımız. Ha, au. Ey kaskar dostum, biz жаңағы сиқырлы ағашқа баруымыз керек. Жоқ, мен бармаймын, мен қорқамын. Сен неге қорқамын дейсің? Мен жолды білемін ғой. Жоқ, келіспеймін. Сен білесің бе? Біз ол сиқырлы ағаштың құпиясын білетін болсақ, әлемдегі барша зат бізге бағынышты болады. Сен шын айтып тұрсың ба? Я, шын айтамын. Жүр онда, кеттік. Орман тұрғындары, жиналыңдар. Міне келдік. Біз де келдік. Сонымен кім баратын болды? Мыналарда үн жоқ қой. Мүмкін Түлкіжан, сен барарсың, әлде қорқасың ба? Жоқ, мен қорықпаймын. Егер мен баратын болсам, мына орманға кім қарайды? Қиын болыпты. Қоян, мүмкін сен барарсың. Жоқ, Арыстан аға. Мен бұл жолы бара алмаймын. Егер де мен баратын болсам, менің кішкентай көжектеріме қамқор болып кім тамағын береді? Жоқ, Арыстан аға. Ренжімеңіз. Мен бұл жолы бара алмаймын. Я, сенің көжектеріңе қарайтын ешкім жоқ. Енді кім барады? Біз барамыз, біз. Сендер ме? Я, біз барамыз. Жарайды, барсаңдар барыңдар. Бірақ ол сиқырлы ағаштың сиқырын мен білмеймін. Бізге сенсеңіз болды. Ал енді біз кеттік. Жолдарың болсын, абайлап жүріңдер. Аман есен барып келіңдер. Biz böldürük kaçamız, korkutamız başandı, koyandardı kaçırıp, yen tübünü taslayımız. Ha, au. Biz жаңағы ағашқа барамыз дегеніміз дұрыс болыпты. Я, жүр, тезірек барайық. Досым, мен шаршадым. Бұдан әрі шыдамаймын. Сен неге шыдамаймын дейсің? Сен менімен баруға келістің ғой. Жоқ, әрі қарай жүрмеймін. Менің қарным ашты. Сен қасқырлардың атаны кір келдіресің ғой. Қасқырлар тегінен шыдам деді ғой. Жарайды, жүр тезірек. Не деген ағаш? Өте биік алып екен. Мына жерге қара. Біздің шұжықтар дайын тұр екен ғой. Достар, бірге жүреміз, ойнаймыз да күлеміз. Дос дегенің бақыт қой, алақай. Жүр ойнайық. Ей, қошқар, сергек, тоқтаңдар. Қасқыр достым, біздің оларға тиіспей қойғанымыз дұрыс болар.
дегенімен бейкіна жолы бар ғой. Ей, сен есіңнен алжастың ба ей? Менің қарным аш. Болай тұршы, өзім ұстайын. Серке, қаштық. Не деген табиғат? Досым, сен дұрыс айтыпсың. Оларға тиіспей-ақ қояйық, үйімізге қайтайық. Қошқар, Серке, шыға беріңдер. Біз сендерге тиіспейміз. Аман қалдық қой әйтеуір. Айтпақшы, Қошқар, жаңа қасқалар бізге неге тиіспей кетті? Білмеймін, Серке. Атадан сұрап көрерміз. Жарайды. Ата. Не болды? Бағана қасқырлар бұл ағаштардан өтіп еді. Олар мейірімді болып кетті. Бұл қалай болғаны? Уа халайық, бұл жай ғана ағаш емес, бұл біздің бәйтерек. Бұл тамыры тереңге кеткен тарихымыздың, рухымыздың белгісі. Ежелгі таным бойынша мұндай ағаш тосын қасиетке толы, киелі саналған. Ата-бабаларымыз жапан далада өскен ағашты ерекше құрметтеп, оны табиғат пен адам арасындағы байланыс деп түсінген. Сол себепті бұл ағаш тек табиғаттың бір бөлігі емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан аманат, рухани мұра. Біз киелі мұраны қадірлеп, оның мәнін ұмытпай, бірлігімізді сақтап, бәйтеректе биік